Мохенджо-Дарода табылған мөрлердегі жазулар әлі күнге дейін толық оқылмаған әлемдегі ең шешілмеген ежелгі жазу жүйелерінің бірі. Мөр кенет жарық шығарып, балаларды уақыт иірімі арқылы 4500 жыл бұрынғы Мохенджо-Даро қаласына жеткізді. Мохенджо-Даро әлемдегі ең алғашқы қалалық жоспарланған жүйелердің бірі. Көшелер 9 метрге дейін кең, үйлер көп қабатты болған. Балаларға жергілікті бала арка жол көрсетіп, ол қалада әр үйдің өз ванна бөлмесі мен кәріз жүйесі бар екенін көрсетті. Арка балаларды қаладағы басты нысан Ұлы Моншаға алып келеді. Ұлы Монша әлемдегі ең көне қоғамдық монша. Оның қабырғалары битуммен, табиғи шайырмен тығыздалған. Бұл заманауи гидрооқшаулаудың ең алғашқы түрі. Тоннельдің ішінде қабырғаға қашалған таңбалар жарқырай бастайды. Үнді өркениеті тілінің 400 бен 600 арасында белгісі бар. Бірақ ол ешбір белгілі тілмен байланыстырылмаған. Ғалымдар оның логографиялық не буындық екенін әлі анықтай алмады. Балалар таңбаларды байқаусыз белсендіріп, ежелгі аңыздағы су тасқыны рухын оятып алады. Мохенджо-Даро бірнеше рет үлкен су тасқындарынан зардап шеккен. Кей ғалымдар қаланың құлдырауына климаттық өзгеріс себеп болды деп санайды. Қалада жүздеген метрге созылған жерасты кәріз арналар болған. Бұл жүйе Рим немесе грек қалаларымен салыстырғанда да жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Тимур мен Айнұр өз заманының білімін пайдаланып, ежелгі инженерлермен бірге арналарды қайта бағыттайды. Су рухы бәсеңдеп, қала аман қалады. Арка біздің өркениеттің дауысы бір күні қайта жаңғырады деп мөрді Айнұрға қайта береді. Балалар уақытқа кері оралып, мөр жарық шығармайды. Бірақ оның бетінде жаңа символ пайда болғандай әсер береді. Мохенджо-Даро туралы әлі де үлкен жұмбақтар бар. Бұл өркениетті кім басқарды? Олар қандай тілде сөйлеп, неге кетіп қалды? Неліктен жазу жоғалды? Айнұр бәлкім, біз бір күні осы құпияларды шешерміз деді.